Ильяс Жансүгіров. Ұлт поэзиясының жампозы Ильяс Жансүгіров. Оның өмірі аңызға толы. 1929 жылы Ильяс Жансүгіров Гималай тауына арнап ұзақ өлең жазады. Ақынның Азия құрлығының ұлы шыңы туралы толғамды өлең жазуы әдебиет сүйер қауымды таңғалдырады. Бұл өлеңде ақын Гималай секілді алып таудың портретін емес, Азия материгінің түнекке толы саяси ахуалын астарлап, ишаралап жеткізген. Өлеңнің тақырыбы сұрау деп аталады да, жақша ішінде жиһанге жайлаған шығыс деген анықтама қосымша тақырып қояды. Өлеңнің бірінші бөлімінде күннен, желден, нұрдан қуат ала алмаған Гималайды аяп, Гималай асқар неге олай деген сұрауын қайталап отырады. Гималайдағы риторикалық сұраулы сөйлемдер еңсесі түскен, езілген елдің ендігі өмірі не болмақ деген ойға жетелейді. Ал екінші бөлімінде өзінің сұрағына ақын өзі жауап береді. Гималай көктің кіндігі, Гималай жердің түндігі, мұз туырлық қар үзік түрілмеген бір күні. Гималайда қуат бар, Гималайда ұлы от бар деген түйіндер арқылы осы бір асқар шыңның тұман мен дерттен айығар сәтінің таяғанын айтып, үмітке толы шумақтармен аяқтайды. Гималайдың өн бойы тұнған аңыз, ол әлемдегі ең биік шың болғандықтан да оны бағындыруға талпынатындар өте көп. Альпинистердің ерен ерлігіне, өмірлерін қатерге тігіп, осы шыңның басына шығуға ынтықтықтарына әрқашан құрметпен қараймыз. Қазақ үшін Ильяс Жансүгіров дәл осы Гималай сынды алып шың, өйткені ол аңызы мен өмірі тұтасқан бірегей тұлға.